Байлық, бақыт, тәуелсіздік осы құндылықтарды қаласаң, Алланың осы көркем есімін қайталаңыз. مالك الملك مالك الملك مالك الملك Патшалықтардың, биліктің патшасы, иесі. Бұл көркем есімді көп қайталаған жанға байлық пен бақуаттылық беріліп, тәуелділіктен құтылады. Жалпы Алла тағаланың 14 сипатынан бөлек көптеген көркем есімдері бар екені белгілі. Жаратушымыздың болмысын сипаттайтын сын есімдер мен зат есімдер Алланың есімдері деп аталады. Алла тағала иман келтіргендерге дұға жасауда оның көркем есімдерін айтуды бұйырған. Себебі Алланы мақтауды Алла тағаланың өзінен артық ешкім жасай алмайды. Қасиетті Құранда былай айтылған: ең жақсы атаулар Аллаға тән, оған сол атаулармен жалбарыныңдар. Қасиетті Құран мен хадистерде Алланың көптеген есімдері аталғанымен олардың иесі де бөлек деп ұғыну қате түсінік. Бұл есімдердің барлығы тек жаратушы Аллаға тән және жалғыз ғана жаратушының барлығына куәлік етеді. Жаратқан, көркем сипат берген иесінің есімдерін білу арқылы адамзат баласы шексіз Алланы тани алады. Жаратушы шексіз және оған тек өзіне аян сансыз көркем сипат пен есімдер тән болғандықтан, Алланың көркем есімдері 99 санымен шектелмейді. Алланың есімдері мен сипаттарын жақсы білсек, иманымыз артып, мінез-құлқымыз да соған сай көркем бола түсері анық. Алланың осы бір 84-ші есімінің патшалықтардың, биліктің патшасы, иесі есімін пайдалана отырып, тілге тиек ете отырып, дұға жасаудағы үлгі айтар болсам, өзімнің дұға жасаудағы тәртібім: әуелі Алланы ұлықтап, оның көркем есімдерін шынайы жүрекпен сезінуге тырысамын. Я Раббым, патшалығыңның құдіретіндей, дидарыңның ұлықтығындай сансыз мақтаулар мен шүкірлер болсын. Саған ғана сиынып, сенен ғана жәрдем тілеймін. Адамзаттың асылы болған пайғамбарымыз Мұхаммедке Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын. Я Раббым, әрбір атқан таңым үшін, бейбіт күнім үшін шүкір. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алыстағы ата-анамның амандығын өзіңе аманаттадым. Олардың жүрегіне иман нұрын сепкейсін. Бастаған істерін жеңілдетіп береке бергейсің. Я Алла, өзіңнің көркем есімдеріңнің құрметіне, өзіңнің Мәликул Мүлк, патшалықтардың, биліктің патшасы, иесі есіміңнің құрметіне, сен нығмет етіп берген отбасыма байлық нәсіп ет. Қаржылай тәуелділіктен құтқарып, байлыққа жеткіз. Сен патшалықтардың патшасысың. Я Раббым, сенің қолыңнан барлығы келеді. Я Алла, сен мүмкін еместі мүмкін етушісің. Сен маған дұға ет, мен саған беремін дедің. Я Раббым, мен саған дұға еттім, осы дұғамды қабыл ет. Я Алла, өзіңе патшалығыңның құдіретіндей, дидарыңның ұлықтығындай сансыз мақтаулар мен шүкірлер болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммедке Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Әмин. Осылайша қысқа ғана Алланың көркем есімімен дұға етудің бір үлгісін көрсеттім деп ойлаймын. Сізде Алла тағаланың көркем есімін тілге тиек ете отырып дұға тілеңіз. Дұғаңызбен бөлісіңіз, пікір қалдырыңыз. Әлемдердің Раббысы, бүкіл әлемнің патшасы Алла тағала біздің дұғамызды жауапсыз қалдырмасы анық. Сізге пайдалы ақпарат болды деген үміттемін. Егер бұл ақпарат ұнаса, маған жазылуды ұмытпаңыз. Қазақ тілді арнамыздың дамуына өз үлесіңізді қосып, жақындарыңызбен бөлісе кетіңіз.